Мармалат көптеген адамдардың сүйікті тағамы. Өзі дәмді және бақытты әрі ащы балалық шақ туралы естеліктерімен тәтті. Ол бізге таяу шығыс пен жерорта теңізі елдерінен келді. Онда ол алғаш рет оны жасай бастады. Және ол кейінірек жеңіп және еуропалық тәтті. Ол Англияда танымал. Мармелад апельсиніді, хош иісі бар. Біздің елімізде көптеген сорттары бар. Орыстар өздерін мармелад, жеміс-жидек, желе тәрізді сусынмен ұнатады. Мармелад барлық тәттілерден дұрыс деп саналады. Бұл мақалада бүгін мармеладтың пайдасы мен зияны мақаласында біз туралы әңгімелейтін бұл нәзіктік туралы айтылады. Мармеладтың химиялық құрылымы өте ерекше. Міне, бұның өзі де медуза соншалықты танымал болды. Ағылшын тілінен мармелад цитрустың жемі деп аударылады, бірақ ол жасалған кезде, әрине, басқа жемістерді қолданыңыз. Ең маңызды мармелад құрылымының генераторлары персаларен, пектин, каррагенан, агар-агар және тіпті желатин. Пектин үшін шикізат цитрус жемістерінің қабықтары, күнбағыстың себеттері, алманың қабығы. Сондықтан ол табиғи элемент болып саналады. Патогендік микрофлораның туындаған асқазан-ішек жолдарының ауруларында, көмірсулар алмасуы, тамырлы аурулардың бұзылуында пайдалану пайдалы. Пектин радионуклеидтердің кетуіне, метаболизмнің қалдықтарына, қандағы холестерин деңгейінің төмендеуіне ықпал етеді. Агар-агар, фурселаран және каррагенен табиғи компоненттер болып табылады. Олар йодқа бай балдырлардан алынып, қалқанша безінің жағдайы мен жұмысына жағымды әсер етеді. Бұл мармелад ингредиенттері бүйректі, бауырды тазалайды. Олар уыттар мен токсиндердің денесін тазартуға көмектеседі. Мармеладтың пайдасы желеленді кәмпиттерді мөлдір ету үшін жиі қосылады. Бұл элемент жануардан шыққан, ол шеміршектінің нығайтуға, шаш пен терінің жай-күйін жақсартуға көмектеседі. Сондықтан оны абайлап ұстамаңыз. Мармеладтың желе тәрізді құрылымы табиғи құрамның барлық жоғарыда аталған компоненттерінің құрамында болуымен байланысты. Мармеладқа дәмдеуіштер мен дәмдер қосылады. Олар табиғи және синтетикалық болуы мүмкін. Бұл осы нәзіктіктің түсіне байланысты. Өндірушілер көбіне синтетикалық қоспаларды қосады, бірақ мұндай өнім тек табиғи ингредиенттерді қамтитын табиғи мармеладпен салыстыруға келмейді. Мармеладқа келтірілген зиян қант алмастырғыштардың пайда болуына байланысты, кейде оны өндіруде қолданылады. Дегенмен мармеладты терапевтік емдеу деп санауға болады. Зиянды өндірумен айналысатындар оны шығаруға тиіс, себебі ол қорғасын және радиоактивті нуклеидтер мен ксенобиотиктерді денеден шығаруға көмектесетін элементтерді қамтиды. Мармеладтың пайдасы асқазан-ішек ауруларынан зардап шегетін адамдар болады. Ол диеталық қасиеттермен сипатталады. Мармелад күшті антидепрессант. Ондағы құрамдағы пектин ішектің дезинфекциясы тұрғысынан белсендірілген көмірге қарағанда жақсы әрекет етеді. Ол қан айналымын, оның ішінде перифериялық қан айналымын тиімді реттей алады. Жақында ғана тамақ тізбегінде шайнайтын мармелад пайда болды. Ол тітіркенген нервтерді тыныштандырып, стресстік жағдайдағы невроздардың даму қаупін азайтады. Әдетте мармеладты сағыздап өндірушілер балауыздан және өсімдік майынан тұратын жылтырайтын глазурмен жабылады. Бұл тістің және ауыз қуысының тазалуын ынталандырады, себебі шайнау белсенді қоректік заттар ағымын арттырады. Мармелададан тек артықшылығы ғана емес,
зиянның орнына сатып алудың алдында мұқият таңдау қажет. Табиғи көлеңкелерге жақын ластың мармеладына назар аударуға тырысыңыз. Оның өндірісінде ең алдымен табиғи ингредиенттер ғана қолданылған. Сіз жапсырманы мұқият қарап, қант алмастырғыштарды, табиғи заттармен және басқалармен ұқсас заттар туралы жазулардан аулақ болуыңыз керек. Мармелада шыныдан жасалған құрылымы қышқыл дәмі болуы керек. Ол қысылғаннан кейін орауышқа жабыспауы керек. Мармелад өзінің пішінін сақтауы керек. Сіз мармеладты және өз үйіңізде жасай аласыз. Мармеладтың пайдасы мен оның зияндылығы туралы мәселеге қайта оралсақ, оны пайдаланудың үлкен пайдасы бар екендігіне барлық жауапкершілікпен айтуға болады. Табиғи ингредиенттерден жасалған мармелад тек денсаулығы мен жағымды сәттерін әкеле алады. Видеом пайдалы болса лайк басып, комментария қалдырыңыз.